барлықтарыңа сәлем достар, мен болсам бүгінгі видеода мен МКП-ге қалай желание көтеру керек екенін айтатын боламын. Осы видеоны ұнап жатса лайктарыңызды смело басып ана тіркеліп кетейік. Ал біз көп созбай видеомызға қарай кеттік. И және достар, бұл видео басталмастан бұрын мен сіздерге достар Даниэл Майнкрафт деген каналды ұсынамын. Бұл өзіміздің Дайс, өзіміздің Дайс. Давайте осының каналына, давайте достар, хотя бы давайте 60 подписчик берейік, достар. Бұл кәдімгі дизайнер Дайс десем де болады. Видеолары өте керемет, және де осы соңғы шыққан видеосына давайте зумадан келдімді жазып кетейік, және де описаниедағы тұрған ссылкаға кіріп, каналда подписаться етіп, соңғы видеосына зумадан келтіріп жазып кетейік. Және давайте достар, өте керемет канал 60-қа жеткізіп, өзіміздің Дайсқа өте керемет оформление десем де болады. Ал біз көп созбай видеомызға қарай кеттік. Мінекей біздің бірінші картамыз басталды. Ал мен тақырыпқа келе беретін болсам, келсеміз МКП-де желание тез құтылады, және де сол желаниені қалай көтеру керек екенін осы видеода айтамын. Короче, достар, ал енді біз видеомызға қарай тақырыбына келе беретін болсақ, МКП-ге желаниені қалай көтереді. Бірінші способ ол, әрине достар, МКП-ні өте көп ойнау. МКП-ні көп ойнаңыз достар, сол кезде сіздің желаниеңіз прям өте қатты ұрып тұрады. Давайте МКП-ні күнде ойнайық, күнде хотя бы 2 сағаттан ойнайық, 2 сағат подряд ойнаймыз деп айта алмаймын, но хотя бы азында 30 минуттан, түсте 30 минуттан, кешке 1 сағаттан сөйтіп МКП-ні күнде ойнап тұрыңыздар. Өйткені достар, МКП желание тез қосылады. Сол желаниені түсіріп алмау үшін бізге достар, әрине достар, бізге МКП-ні күнде ойнап тұру керек. Сол кезде сіздің желаниеңіз қытай болсын көтеріліп қалады десем де болады. Ал екінші достар, какой-нибудь бір кланға ма немесе бір какой-нибудь фэмилиға ма кіріңіз. Егер сіздер кланға немесе фэмилиға кірсеңіз, достар, ол кезде сіздер күнде ойнайтын боласыздар. Өйткені сіздер бірінші кланға кіретін болсаңыздар, күнде квларға шығасыз. Содан сіздердің желаниеңіз өте қатты көтеріледі. Сондықтан давайте квға немесе бір фэмилиға кіруге совет беремін. Сол кезде достар, сіздер достарыңызбен ойнайсыздар, сол кезде сіздің желание көп болады, және МКП ойнауға да желание көп болады. Сондықтан сіздің желаниеңіз прям мощный болып кетеді десем де болады. Үшінші, давайте, егер сіз ешқандай МКП-ші болмасаңыз, давайте МКП-ге келіңіз, яғни YouTube түсіріңіз, МКП түсіріңіз, сол кезде сіздің желаниеңіз былай көтеріледі. Неге МКП, яғни YouTube түсірсең желаниең көтеріледі? Өйткені достар, сіздердің ютубқа келгенде, достар, ютубқа келгенде, сіздердің подписчиктеріңіз сіздерге күнде қолдау береді. Подписчиктеріңізбен ойнайсыз, күнде саған адамдар қолдау береді. Соның кесірінен сіздердің активіңіз прям мощный болады, егер сіздің МКП-ге желаниеңіз мощный болса. Соған совет берем, давайте достар, күнде МКП ойнап тұруымыз керек. Ал келесі бізде давайте достар, күнде барлық МКП-шылардың видеосын көріңіздер. Яғни мысалы күнде барлық қазақ немесе орыс бүкіл МКП-шылардың видеосын дайкансызды көріңіздер. Ол кезде достар, біреулеріңіз сізде МКП-лардың видеосын көргенде сіздің де ойнағыңыз келіп кетеді. Яғни менде шынымен сондай, мен мысалы бір орыс МКП-шылардың видеосын көрем, соның видеосын көріп, мен де ойнағым келіп кетеді. Соның кесірінен менде желание күнде болады десем де болады. И және достар, біздің осымен видеоролик аяқталды. Неге бұл видеоны сіздің аз болды десеңіздер, аз болғаны үлкен кешірім сұраймын. Өйткені просто менің байыма деп менің ойыма ешқандай желание, ешқандай да ой келген жоқ, яғни идея келген жоқ. Сондықтан осы видеоны түсіріп тұрмын. Давайте достар, тез лайктан смело басып кетіңіздер. Ал егер сен осы мәліметтерден көрсең, комментарийға жаздық деп жазып кет. Ал біз көп созбай видеомызға қарай кеттік достар. Давайте кеттік. Давайте аяқтаймыз.